Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Біз қазір пияш паско құрылғысымен жұмыс жасаймыз. Мынандай екі бөліктен тұрады. Біріншіден біз оны қосамыз. Бұлай, бұл жақта кигізетін өзінің несі бар. Кішкентай мынандай батырмасы бар. Осы жолмен оны өткіземіз былай. Сосын былай қыстырамыз. Болды, енді ол байланысты. Мына жақтан батырмасын басқаннан кейін осындай қызыл Bluetooth жана бастайды. Бұл қосылуға дайын деген сөз. Мына жақтан біз басамыз. Қосылып жатыр ол. Қате шықса окейді басып, тағы да басып көреміз. Енді бұл жақта қараңыздар, бізде екі нәрсе бар. Біреуі ол напряжение, екіншісі pH-тың өзі. Дұрыс па? Бізге pH қазір pH-тың өзі керек. Біз не істейміз? Қазір екі түрлі сұйықтықты өлшеп көреміз. Біріншісі ол дистилленген су және судың ішіне қосылған сода. Кәдімгі содасы. Енді сіз мына жақтан қараңыз, мына жақта 1, 2, 3, 4 түрлі шаблон бар. Көбінесе датчиктен жұмыс жасаған кезде біз график и таблица, график или цифра осы екеуін біреуін таңдаған дұрыс. Өйткені жай ғана цифры таңдасақ, біз мысалы pH-тың соңғы нәтижесін көріп, оны талдай алмаймыз. Егер график болса, ол кезде біз не істей аламыз? Қалай pH-тың өзгеріп жатқанын, қай секундта көтеріліп түсіп жатқанын көре аламыз да. Сол үшін цифры и график таңдай салыңыз. Так, енді мынау құрылғаның қараңыздар. Астыңғы бөлігін шешіп аламыз. Бұл жерде сұйықтық бар, бұны төгіп алмау керек. Бұл сұйықтық қандай сұйықтық? Не үшін керек? Бұл сұйықтық, көрсетейін. Әдейі сұйықтық бар. Бұның жаңағы датчикті былай айтқан кезде калибровать етіп тұрады. Ішіндегі сұйықтық бітіп қалса, біз не істеуіміз керек? Мынақта өзінің сыртында жазылып тұр 4М кахлор, яғни 4-малярный калий хлор. Соны дайындап өше қойып қою керек. Бұл сұйықтықсыз қалмасын, датчигіміз. Енді, давайте салайық. Қазір суға салдық. Егер басылмай жатса, демек ол батарейкасы өшіп қалған болуы мүмкін. Ондай кезде батарейкасын ауыстыру керек болады. Бірақ мынақта мегатет тұр, значит әлі өшпеген. Онда жаңа нені бастап көрейік. Так, бұл бізге керек емес, бұны өшіріп тастаймыз. pH өзімен өзі өшіп қалған болып тұр. Так, енді pH өзі таңдалып тұр. Енді стартты басып көрейік. Өте маңызды бір ақпарат. Осындай датчиктермен жұмыс жасаған кезде біз кішкене не істеуіміз керек? Күтуіміз керек. Өйткені кейбір кезде мұғалімдер күтпей, осындай горизонтальды түрде ол толық жүрмейінше тоқтатсаңыз, ол өзінің несіне жетпеуі мүмкін, көрсеткішіне. Қазір мысалы былай қарасақ, примерно жобалап, осының айналасы, значит, тоқтатуға болады. Бұл бізде жетті 16. Бұл жай ғана су. Енді содасы бар суға саламыз. Концентрациясы аз болғандықтан аз болса. Негізі тағы бір ақпарат бар. Датчиктің жұмыс істесең максимально датчикті қозғалтпауға тырысу керек. Өйткені әрбір қозғалыс оған әсер етеді. Қазір мысалы бізде горизонтально сызық кетіп бара жатыр. Демек, көрсеткіш тоқтады. Стоп бассақ болады. Біз сода қосқаннан кейін бұл қандай? Сілтілік орта болу керек, дұрыс па? Негіз. Бірнеше сұйықтықпен жұмыс жасап жатқан кезде не істеу керек?
біреуінен кейін екіншісіне қойып жатқан кезде оны сумен шаю керек, иә? Иә, сөйтіп бірнеше ортамен жұмыс істесеңіз болады. Егер шаймайтын болсақ, ол не істейді? Араласып кетеді да, жаңағы көрсеткіш ондай дұрыс болмауы мүмкін. Жалпы осы